Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен әйел бақыты гүлін алдында осы видеоны түсірген болатынмын. Судың зияны деген видео. Суретін көрсететін боламын. Және описанияға ссылкасын қалдырамын. Осы гүлді қалай аман алып қалғаным туралы енді мен бөліскім келіп отыр. Мына жаңа жапырақтары шықты. Ол кезде жапырақтары көп болатын. Тамыры азғантай ғана қалған болатын. Кішкентай ғана тамыры, көп жапырағын көтере алмай, көп жапырақтары мынандай болып қарайып, солып, барлығын кесіп тастаған болатынмын. Енді қараңыздаршы, екі ғана жапырақ қалған болатын. Осы екі жапырақ та осылай қарайып жатыр. Және мына жақтары да міне шіріп жатқан сияқты. Жаңа жапырақтар мынау және мына жаңа жапырақтарын шығарды. Енді осының қазір мен сіздермен бірге тамырын ашып көргім келіп отыр. Тамыры қалай болғанын сіздермен бөлісіп көрсеткім келіп отыр. Және мына гүлді мен алдында суда отросткасын суда тамырлатқан болатынмын. Бұны да суретін көрсетіп, описанияға ссылкасын қалдырамын. Бұл міне жаңа жапырақтарын шығарды. Бұл өсіп жатыр. Бұған тиюдің қажеті жоқ. Бұл жақсы өсіп жатыр. Және міне тағда суда мына отростканы тамырлаттым. Қараңыздар, қандай әдемі тамырларын шығарды. Осыны қазір сіздермен бірге отырғызатын боламын. Одан егер жақсы болса, қайтадан отырғызатын боламын. Қараңыздаршы, әдемі аппақ тамырлар шығарған. Тамыры жаман емес. Мына жерде жаңа жапырақ шығарған жер дегенді қараңыздаршы. Өте әдемі өскен. Ал енді мына жақтарында қара тамырлары да бар. Міне шіріп жатыр. Көрдіңіздер ме? Енді осыны қазір барлығын ашып бірге көрейік. Мынандай шірген тамырлары болса, міндетті түрде алып тастаймыз. Мынандай аппақ тамырларына тиіспейміз. Мінекей, қарасаңыздар, мына жаңа жапырақ шығарған жағы, тамыры өте әдемі. Мына жаңа жапырақ шығарған. Ал енді қараңыздар, жапырағы сарғайып қурап жатқан жағының тамыры шірген. Жапырақтары осындай болып сарғайып, осылай қурап жатқан болса, міндетті түрде тамырын ашып қарау керек. Демек, жапырағында өзгеріс болса, тамырында өзгерістер болып жатыр деген сөз. Тамыры шіріп жатыр, немесе тамыры жаңадай ауырып жатыр бактериалдық аурулармен деген сөз. Бірінші, тамырында болып жатқан өзгеріс осылай жоғары жақта жапырақтарына белгілі болады. Мұны көріп тұрғандарыңыздай, мынада ешқандай да қараңыздаршы. Мына бір тамыр қалыпты, бұл да қап-қара, бірақтан жаңадай шіріп, үзіліп жатқан жоқ. Бұны қалдырамыз ба, қазір көреміз. Енді мына жапырағы да қурап осылай болып жатыр. Бұда аппақ жақсы өскіндер бар сияқты, бірақ әдемі тамыр жоқ. Мына жағынан мыналар шірген. Мына уже үзіліп түсті. Мынаны тастауға қимай тұрмын, қараңыздаршы, жаңадан өскіндер пайда болып жатыр. Мына жағы да аппақ. Достар, мен жаңағы женский частеден шыққан топырақты мына жаққа алып тастадым. Оны жаңа топырақ дайындап қойған, оған араластырмаймын. Мына әдемі өскен, жаңағыдай тамыры ақ жағы, жаңа әдемі жапырақ шығарған жағын жеке өзін мына кішкентай ғана горшокқа отырғызғым келіп отыр. Мінекей осылай отырғызылды. Енді қазір отырғызып болғаннан кейін мен бұған ипин немесе циркон себемін. Осылай бірге өсетін болады екеуі. Гүлдеріңіз егер осылай ауырып, қурап жатса,
бірінші тастауға асықпаңыздар. Осылай аман алып қалсаңыздар болады отросткаларын. Суда тамырлатқан, суда тамырлатуға болады деген дәлел. Көріңіздер, әдемі болып тамырлаған. Осы женский счастье гүлін барлығын осылай топтастырып, мына горшокқа отырғызамын. Отырғызылған гүлдерге мынаған эпин салып келдім. Эпин себетін боламын. Міндетті түрде жапырақтары барлығына тию керек эпин. Достар, мына жаңағы тамыры шірген деген әйел бақты гүлінің отросткаларын осылай суға салып қойдым. Ендігіде сіздермен бөлісетін боламын. Суда қалай тамырлайтынын. Тастауға қимадым. Мына жерде қарасаңыздар, мына аппақ әдемі тамырлары өсіп келіп жатыр. Уже жаңағыдай нелер жапырақтарында шығарып, сондайға әрекет жасап жатыр екен. Сол себепті де мынаның үстіне қазір су қосып, осылай суға салып қоятын боламын. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Менің инстаграм парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар. Ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Сау болыңыздар.